Армысыз құрметті көрермен, серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Ел қорғаны Жанғожа. Биыл елді жаудан қорғаған Бахадыр Сарабдал қолбасшы Жанғожа Нұрмұхамедұлының туғанына 250 жыл. Тарихи датаға орай, тарихы терең, аңызға кенен, Қазалы жұрты ұланасыр той жасады. Түрлі шаралар ұйымдастырылып, облыс әкімінің қатысуымен тағылымдық, танымдық ғылыми конференция өтті. Жанғожа 300-дің ең атақты батыр билерінен саналады. Ол қазақ тәуелсіздігі үшін күрескер ретінде орысты да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да, тіпті хандардың өзінде мойындаған жоқ. Мұхамеджан Тынышбаев осылай айтқан. Жанғожа Нұрмұхамедұлы Бахадыр батыр, қазақ жерін жаудан қорғаған, сыр бойындағы ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы, ел жұртқа ес, дұшпанға сес болған тарихи тұлға. Конференцияға Қазалының зиялы қауымы, батырдың ұрпақтары қатысты. Шараны өткізудегі басты мақсат тұғырлы тұлға Жанғожа батырдың көзсіз ерлігін жас ұрпаққа кеңінен насихаттау, бабаны ұлықтау. Жиналғандар Бахадырдың батылдығын, көшбастар даналығын, тарихтағы орнын тілге тиек етті. Дана халықтың төл перзенті ретінде ұлт тарихының ең бір күрделі де ауыр кезеңінде өмір сүрген ұлт азаттық қозғалысының көрнекті басшысы болған Жанғожадай батырымызды еске алып, оның өмірі мен ерлігін жете дәріптеу біздің азаматтық парызымыз. Жанғожа Нұрмұхамедұлы өз дәуірі артқан ұлы жүкті қайыспай көтерген, ел қауымдағы парызын адал атқарған дарабоз батырымыз. Азаттық туын көтеріп, өмірінің соңына дейін аттан түспеген батырдың аңсаған арманына бүгінгі ұрпақ біз жетудеміз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы, батыр бабаларымыз ғасырлар бойы жерінің шетін жауға бастырмай бізге мирас етті. Осы ұлы мұраны көздің қарашығындай сақтау басты міндетіміз. Біртұтас әрі қуатты мемлекетті ұрпаққа табыстау негізгі мақсатымыз деген болады. 2017 жылы Қызылқұм беткейіндегі шекара заставасына батыр бабамыздың есімі ресми түрде берілді. Астана және Ақтөбе қалаларында батыр бабамыз атында бірнеше көшелер бар. Биылғы мерейтой аясында Жанғожа батыр ауылында президентіміздің бастамасымен бой көтерген 300 орындық жайлы мектеп ел игілігіне пайдалануға берілетін болады. Қазалы батырлар әулиелер мекені, Жалаңтөс Ақтан орақ батырлар шыққан жер. Киелі мекендің тағы бір тұлғасы Жанғожа Нұрмұхамедұлы. Шапқыншылық жылдары еліне ес болды, жел жағына ық, жау жағына пана болған батырды артындағы ұрпақ ұмытпайды. 250 жылдық мерейтойына жиылған жұрт алдымен Әйтеке би кентіне жөңкілді. Кесенесіне барып тағзым жасап, рухына құран бағыштады. Батыр баба рухына арналған шаралар легінде шек жоқ. Киелі жерде елдің басы қосылып, үлкен ас берілді. Балпаң-балпаң басқан балуандар қазақша күресте бақ сынасты. Аудандағы кәсіпкер демеушілердің қолдауымен жеңімпаздарға ақшалай жүлде табысталды. Батыр баба мерейтойы Жалаңтөс Бахадыр стадионында жалғасын тапты. Алтын күз 2024 шарасы аясында ауданның ауыл шаруашылығы дамуына үлес қосып жүрген шаруалар марапат түрінен көрінді. Еңбек еленуімен құнды салтанатты жиында ел мен жер дамуына еңбегі елеулі азаматтар облыс және аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Ауданның әлеуметтік экономикалық даму үшін еңбек етіп жүргендердің әрбірінің есімі қазалылықтар үшін жақсы таныс. Қазалы ауданының Қарашеңгел округінің битпункт меңгерушісімін. Осы ветеринарный саласында жұмыс істеймін. 10 жылдай болды. Ветеринарный саласында эпизоотиялық ақылауға тұрақты міндетіміз жұмыс істеп жатырмыз. Марапатқа енді алғысым шексіз. Бәріңізге көп рахмет. Батыр бабаны ұлықтау, тарихыңды ұмытпау. Мерейтойға алыстан ат артып келген қауымның қарасы қалың болды. Аудан әкімі Мейрамбек Шермағанбет құттықтауларын жолдаған барша қонақтарға алғысын білдірді. Қазалы ауданында атқарылған әрбір ауқымды істерге қолдау білдіріп, кешелі бері баба мерейтой аясында өткен мерейтойлық шаралар мен бірқатар жаңа нысандардың ел игілігіне берілу шараларына арнайы қатысқан аймақ басшысы Нұрлыбек Башбекұлына барша Қазалы халқының айтар алғысы шексіз. Сондай-ақ 2 күнге созылған батыр бабамыздың мерейтойына атсалысып, демеушілік жасап, қолдау білдірген Астана, Алматы, Тараз,
Шымкент, Ақтөбе, Орал, Жетісу облыстары мен басқа көршілес облыстарынан келген жерлестерімізге бүгінгі шараға арнайы келіп, облыс әкімінің құттықтауын табыстап жатқан облыс әкімі орынбасары Ардақ Темірханұлына, Қызылорда қаласының әкімі Нұржан Сәбитұлына және барлық аудан әкімдеріне аудан жұртшылығының атынан шынайы алғысымды айтамын. Қадірменді ағайын, бүгінгі қабат келген қос мерейтой құтты болсын айта отырып, шаңырақтарыңызға шаттық, құт береке тілеймін. Халық игілігі үшін жасаған жұмыстарыңыз әрдайым нәтижелі, жемісті болсын, халқымыздың ырыс құты арта берсін, несібеміз мол болсын, ауданымыз көркейіп гүлдене берсін, мереке барлығыңызға құтты болсын. Мерекелік кеш мерекелік гала-концертке ұласты. Елге белгілі өнерпаздар ән шырқап, ел көңілін асқақтатты. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Қостойын қатар келсін биыл, сондай-ақ Әйтеке би Бәйбекұлының туғанына 380 жыл. Осыған орай аудан орталығында облыс әкімінің қатысуымен ғылыми танымдық конференция өтті. Оған парламент сенатының депутаты Наурызбай Байқадамов, облыстың зиялы қауым өкілдері, ғалымдар мен еңбек ардагерлері қатысты. Әйтеке Бәйбекұлы үш бидің бірі. Айыр тілді Әйтеке шешендігі мен даналығы үшін халық осылай атаған. Небәрі 21 жасында Бұқара мен Самарқанда би болған. Жоңғар шапқыншылығы кезінде қол бастаған деген деректері бар. Биылғы тарихи датаға орай Әйтеке бидің 380 жылдығы Өзбекстанда кең көлемде атап өтілді. Енді міне қазалықтар баба тойын тойлап жатыр. Өздеріңізге белгілі, қазақ еліндегі билер институтының тарихын соңғы 2 ғасырда көптеген ғалымдар зерттеді. Ұлт руханиятында ерекше орын алатын тарихи тұлғаның бірі, Әйтеке би туралы көп зерттегендердің бірі, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиетіміздің абызы Әбіш Кекілбаев екені белгілі. Бұл жөнінде бүгінгі конференцияға қатысушы ғалымдар кеңінен тоқталады деп ойлаймын. Құрметті зиялы қауым, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы ұлттық құрылтайдың бірінші отырысында бабаларымыз тура биде туған жоқ деген сөзді тегін айтқан жоқ. Біз қара қалды қақ жарған билер жолын жалғастыруға тиіспіз деген болатын. Бұл ұлтымыздың ұлы тұлғалары Төле, Қазбек, Әйтеке билеріміздің жеткен даналыққа толы шешендік сөз маржандары, мирасқа жеткен мұраларымызды ұрпақ жадында жаңғыртуымыз қажет. Танымдық конференция соңы айыр тілді Әйтеке би атты облыстық ақындар мүшәйрасымен жалғасты. Аймақтың түкпір-түкпірінен келген 10 ақын кіші жүздің бас биіне арнауларын жолдады. Сөз маржанын терген ақындар сайысында Қазалы ауданынан Төменбай Ақжол бас жүлдені еншіледі. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Қазалы жерін тұлпарлар тұяғы дүбірге бөледі. Әйгілі сыр қойнауында Жанғожа Батырдың 250 жылдық мерейтойы атбегілердің басын қосты. Жалпы жүлде қоры 20 миллион теңгеден асады. Ал аламан бәйгеге темір тұлпар тігілді. Ақ күрішін баяу жел тербеп, кең кеудесін қонағына жайып салып, құшағын ашқан дархан қазалы төсі бұл күні жадырап сала берді. Аламан қызығын аңсаған жұрт бұл жолда тайыл-таяғы қалмапты. Таңғы уақытта Абдраман төбеге атбегілермен қоса көрермендер де жиналды. Жанғожа Батырға арналған ат бәйгесі Қазалыда өтеді деген сүйінші хабар республика аумағына тез тараған сыңайлы. Атбегілер күндіз күлкі, түнде ұйқыны ұмытып, қыл-құйрықтарын бауырынан жаратып әкелген. Айтулы додаға жал құйрығы сүзілген 100-ден аса сәйгүлік жиналыпты. Жүлде қорыда ат теріне тұрарлық. Қазақ айтады ғой, ат шаппайды, бап шабады, бап шаппайды, бақ шабады деп, кімнің бағы жанады, соның аты келеді. Бірақ сонда да аттың бабы да керек. 70 жыл болды деп болады енді. Бала күнде аттың басында жүрдік, атқа шауып жүрдік. Аттың тоңына қаратты, күйіне түсіп тұр ма, күйіне түсіп тұрған жоқ па? Күйіне түспесе жылқының түгі қатты болады. Бұлай қарапта, сипанға болады, күйіне түспесе, түгі қатайып, жылқы кезегінен де байқалады. Сондықтан аттың бабын білу әрбір қазаққа таңсық емес, біледі қазақ.
Әуелі 12 шақырымға тізгін босатқан 30-ға жуық құнан арасынан Ерғали Жетпісовтың Бақнұр атты жүйрігі бәйге басынан көрініп 1,5 миллион теңгені еншіледі. Ал көптен күткен 24 шақырымдық аламан жұртты аз елеңдетпеді. Көрермен жүйріктерге кірпік қақпай қарап отырды. Десе де бағы мен бабы қатар келген Шиелі ауданының Ерғали Жетпісовтың тағы бір айналайын атты сәйгүлігі алқынбай шапты. Сөйтіп жүлде басына тігілген темір тұлпарды тақымдап, ел алдында абырой асырды. Су жаңа көлік кілтін аудан әкімі Мейрамбек Зинабдинұлы табыстады. Осылайша қазалылық ағайын көптен күткен дүбірлі доданың куәсі болды. Дала дүбірін естіген көрермен дән риза. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктігі арнасы. Халқына қорған болған Батыр баба осындай атауымен Қазалыда республикалық ақындар айтысы өтті. Республикамыздың түкпір-түкпірінен келген 10 ақын өзара бақ сынасты. Кіл жүйрікте кім жүйрік болды? Сюжеттен көрейік. Сахна төріндегілердің бірі айтыстың нар тұлғасы болса, енді бірі төл өнерге қадам басқан жас ақын. Тамашалауға келген көрермендер басталмастан қошемет көрсетіп, шабыттарына шабыт қосқандай болды. Аудан басшысы да халықпен бірге тамашалап, айтыскер ақындарға сәттілік тіледі. Осының барлығы, мына осы залда отырған сіздердің, жалпы қазалықтардың, жерлестеріміздің қолдауымен демеушілігімен болып жатқан нәрсе, мұның соның барлығы алдағы уақытта жалғасын таба берсін. Енді өздеріңіз білесіздер, мына осы айтысқа жаңа ғана таныстырып өтті. Осы республикадағы мықты айтыскерлер аузымен құс түсірген деген сияқты елдің, халықтың, өздеріңіздің көзайымдарыңызға айналып жүрген мына біздің айтыскерлеріміз қатысып отыр. Сондықтан жақсы керемет айтыс өтсін. Осының басы қасында жүрген айтыстың мынау парламент мәжілісінің депутаты Аманжол Дүйсенбайұлына, осыны ұйымдастырып отқан басы қасында жүрген арнайы келіп отқан Аманжол ағамызға үлкен рахметімізді айтамыз аудан тұрғындарына. Айтыс десе арқасы қозатын халықтың қарасы көп. Киелі өнердің өңірде өтіп жатқанына дән риза. Мен өзімнің басымды бағалаймын. Қалжыңдарымды алмассың ауырынан. Ағайын қонағыма қол соғайық, таудай лақ кетпесін тауылынан. Үрістем жалындап қайт, жасарып қайт, Үрістем Жанайыптың ауылынан айғайғы. Алыстан ат басын бұрғандар қатарында Рүстем Қайыртай бар. Тапқырлығы ел таңдайын қақтырды. Қарсыласына әзілдеп, халықтың көңілін көтерді. Алмұқа саған назар салайын да, ақ көбeye бастаптау самайында. Арқама операция жасаттым деп Фейсбукпен айтыпсың ағайынға. Қол тисе қақсайтында еріңдепті, шөңге кіріп кеткендей ағайынға. Алыстан амандасып адамменен бүгінде тірі жан жоқ маңайында. Әй, саған біраз есем кетіп жүреді ғой. Әр ауылдың мәдениет сарайында. Сау кезіңде ешкімге дес бермейсің, бас жүлденің жұлқылап талайында. Ауырып жүргеніңді пайдаланып, сені бүгін сілейтіп сабайын ба? Бүгінгі перевязкаң менен болсын, жараңның бинтін жұлып алайын ба? Кішкене қызыл бұрыш араластырып, мүңкітіп вишневский жағайын ба? Аңсап келген жанашыр досыңның ғой, бүгін бір кәдеңізге жарайын да, мерейінді өсіріп ел алдында, арқаңнан қатты қағайын ба? Аталмыш айтыста халықтың сағынышы сезілді. Әр ақынға қиқулап, беудеп, шабытын еселей түсті. Бүгін міне қазыналы қазалы төрінде Жанқожа бабамыздың 250 жылдық мерейтойы дүбірлеп өтіп жатыр. Мына бір жаһандану заманында қазақылықты сақтап, дәстүрді дәріптеп жүрген осы Қазалы ауданына айтар алғысымыз шексіз. Бүгінгі айтыста да көрермен залда сыймай отыр. Бұл да болса қазалылықтардың өнерге, айтысқа деген махаббатының дәлелі деп білем. Әрқашанда ауданымыз көркейе берсін, дами берсін.
Жанғожа Батырдың 250 жылдығына арналған айтыс бәсекесінде Мұхтар Ниязов бас жүлдегер атанып 1 миллион 400 мың теңге ұтып алды. Ал бірінші орынды қанжығалаған семейлік Рүстем Қайыртайұлы 800 мың теңге. Екінші орынға тұрақтаған Нұрзат Қару 600 мың теңге иеленді. Үшінші орын мен 400 мың теңге Бексұлтан Орынбасаровқа бұйырды. Сондай-ақ айтысқа қатысушылар да ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыз.